Коронавирусқа қатысты елімізде бір қатар шаралар қолға алынды. Мектеп оқушылары демалысқа ерте шығып, студенттер онлайн оқытылмақ. Дүние Қазақстан сақтық шараларын күшейтті. Коронавирус қаупіне байланысты еліміздегі барлық қоғамдық іс-шаралары уақытша тоқтатылмақ. Бүгін 4 отандасымыздың коронавирус жұқтырғаны анықталды. Олардың екеуі Германиядан, тағы бір әйел Италиядан ұшып келген. Германиядан оралған алғашқы науқас осыдан 4 күн бұрын елге оралса, екіншісі түнде ұшақтан түсіпті. Ал Миланнан келген әйел Нұр-Сұлтан қаласында. Барлығы инфекциялық ауруханада карантинге жабылды. Не көттім? Кеттік ауылда заттар жина. Не бар ауылда? Ой, ауылда бәрі азанды тұрасың, сиыр сауасын, есіктің алдын жинайсың, көршілердің бәріне кіріп шығасың. Ой, ауылда ауылға уақыт жоқ. Кеттік заттарын жина. Бір апта ауылға барып келек. Ауылда өстім, шаңына